Тима сама. Біз бүгін жаңа сериал түсіреміз. Бұл сериалдың аты «Жатақхана» деп аталады. Кейіпкерлермен таныстырып кетейін. Бұл бізде 16 бұл қыздың аты бізде Асыл. Ал бұл қыздың аты бізде Жәния. Бұныға шатастырмаймын, себебі отырғанда былай болады. Ал бұл отырғанда былайынан отырады, көрдіңіздер ме? Айырмашылық бар. Себебі мына қыз кірпігін жасатқан, ал мына қыз жасатпаған. Ал бұл бізде Жәния, осылай отырған, кірпігін жасатқан Жәния, ал жасатпаған Сәния. Бұл қыздың аты бізде Мөлдір. Мұнда сиқырлы қалам деп істейін бе, әлде жатақхана деп істейін бе деп ойладым. Әрине жатақхана дедім, бірақ бұның ішінде сиқырлы қалам да болады. Бұл міне 2 сиқырлы қалам, 2 блокнот, 3 мындай заттар не тартып, 2 шапка, егіз жоқ болса да, 2 куртка. Ой. Бұның жігіті бар, осындай берді. Бұнан аты қалай дейтін еді? Атын ұмытып қалдым. Зонтик. Халат, маска, көйлек. Осындай көйлек. Бұлар киімдер енді көріп тұрғандарыңыздай. Ал бұл жылытқыш, бөлмесін жылытады. Қосамайды. Бұл бір ғана кітап бар. 2 очки. Оқуға қабылданды деген сөз. Мына X-қа мән беріңіздер. Ақша, мында да ақша. Су, күшігінің тамағы, сүйегі яғни. Гүл, тоже тағы сиқырлы қалам мен сиқырлы блокнот. Календар. Сурет, бұл суреттердің бәрі өзі салған. Сурет салудан қол шебер. Бұл мүмкін көріп тұрғаныңыздай таныстырдым. Ал енді бұл қыздарды таныстырмай қойын, әйтпесе ұзақ болып кетер. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бұлда зат аз өте. Бұда мысық бар, күшік бар, ит бар. Күшік емес, ит мынау. Итті кейде асырайды. Ма деп ойлап қалмаңыздар, күшікті асырайды ғой, асыраса кейбірлері деп. Ал мен асырайын дейсің. Бізде бірақ сыртта тұрады. Бұл сиқырлы қалам, сиқырлы блокнот екенін біледі. Бүгін қандай арманымды жазсам болады, ойланып көрейін. Анадан сұрап көреміз. Өтінем. Бұған бізге бір заттарын бер, ақшасын төлейміз ғой. Ал бұны маған ата-анам сыйлаған шығар. Қайдан білесіңдер? Сен егізің жоқ қой. Мен өзім сатып алу керексің ба ең бастысы? Я не болады. Мен өзім сатып алсам да бермеймін. Ақшасын төлеймін 2 есе. Жоқ дедім ба, жоқ. Вообще-то мен сендердің дос емеспін. Дос дедің ғой. Бүгіннен бастап дос емеспін. Кетіңдерші вообще. Келімсіңдер ғой. Өздерін сатып алмайсыңдар ма? Той. Мен тұрайын. Мяу. Кел, тамағыңды же. Кел, тамағыңды же. Тамағыңды жей ғой, кел, берейін. Қандай арман, тілек... Ладно, бүгін тілек жазбай қой.
ладно, сонда да. Жоқ, мен бүгін қазір тамақ ішейін. Айтпақшы, холодильник таныстыруға ұмытып кеттім. Бұл бәріне ортақ. Бұл да бәріне ортақ. Сковородка. Бұл пеш бізде. Бұнда дым жоқ. Достар, қазір ой, дым ала алмаймын мен. Көбірек алып қойғанмын. Мен тарелка алған жоқпын ғой. Көп алған жоқпын. Төсекті алдым да үшеу алдым. Отырғыш мынау коробка. Тамақтан көп алдым екен ғой мен. Көбі аннан алып келген. Менде бір тарелка бар еді ғой мына жерде. Міне. Алма. Жоқ, алма жемеймін. Лапша жеймін. Қол лапша жеймін, ба? Керемет етіп дайындап қояйын. Лапша пісіп қалған шығар. Ой, астын жағылған. Чайниктің астын жағылған. Кетем ғой тек лапшаның кінді. Дәмді көрінеді. Бірақ кішкене тұрсыншы. Әйтпесе қаттылау секілді түріне қарасам. Шайнек қайнаған салғанмын. Шайнек қайнағаннан кейін. Піскен секілді. Ой, шайнек те қайнапты. Қарным жаман ашып тұр еді, жақсы болды ғой. Мен таси аламаймын, оладың осымен жіберейін. Эпақшаны мені сұрап алып еді ғой. Ито өзі новый бокал алған. Одан кейін берге жоқ қой. Бәрі неге керім болып бара жатыр, Сен мен өзің новый бокал алдың, е? Ой, тоқташықта мен алмар еді ғой. Қайда кетті? Қайда кетті? Қайда кетті? Қайда деймін? Жұрттан толып жатыр, таба алмай жатырмын. Ой, мен түркен ғой. Сонда да мен бокалымды аламын. Ішіп қояйын да. Менде бар екен деп алмайды деп ойлайды ма? Тіпті бәрі басынып бара жатыр ғой адамды. Маған өзімнің мұндай бокалымды бер. Сен маған мен саған оны берген ғой. Әдейі ұмытасыңдар. Өздерінің ой бокал алып, менде қалсын жар, артық етпейді ғой деп. Бірақ мен әдейі ұмытқан жоқпын ғой. Бұл сондай қатал, спокойный, қатал қыз. Өзінде. Ал бұл екі қыз әзіл қой, әрдайым көңілді жүретін қыздар. Бұл қыз қайтетте бір нәрсе болса жылап қала береді қыз. Анақта бір жылап атырған сияқты ғой. Не болып қалды? Ой, сенің әдетің ба баяғы? Ой, жылай бермес, жай ғана ұрсып кетті ғой. Қайсан сенді? Қытықтамаңдаршы. Ай, күлкімді келтіріне ғой. Тамақ жеп бармыз. Анау жеп жатыр. Менің атым бар шығар. Кешір мөлдір жеп жатыр. Және не болды? Сендер өздерінің нелерін жаттап алдыңдар ғой, ә? Әпше менікі деп жүрмеңдер.
ана телевизион көргенмін да. Телевизион көрмейтін сен шығармыз біз. Иә, бірақ. Лапша жейсің. Айтыңдар, мен шай іше берем. Бұл шайға тоймайтын, шай іше беретін қыз. Сер емес, осындай. Жұмыртқа мен бірінші істесем бола ма? Істей бер. Бізде тарелка жоқ қой. Енді не істейміз? Жақсы болған. Ай, бұл ысы мен қайда қоямын? Бар столына қой тез. Ладно, істей береміз. Лапшаны қалай істейміз біз? Тарелка жоқ дейсің. Бірақ андай лапша емес қой, ол суы сылдырлатып отыратын. Ладно, бізде істей саламыз. Мен шай ішкім келіп тұр. Қанаяқтан қойып алайын әйтпесе тағы ашуланып жүр. Мен шай қойғаншы, бұл қалғандар шай ішпейтін, текше бірсіне қана сондай бір стакан ішетін қыздар. Өз тіліме айтып кете беремін, қыздар. Түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Ой, мен шайын түркен ғой. Осы шай күшті. Шайнаға жоқ. Егер ұнамай қалса, тағы ішет, бірақ басқа өз шайын. Осы сковородканы апара берейік. Иә, кеттік. Сәния, күтші. Жүрші артымнан. Сковородканың ішінде іше берейік, керек емес қой ешкімге. Жұмыртқа жей алады. Мен істесем болады. Менің мысам қайда? Ой, төбелесіп қалмаңдар. Төбелеспейді ойлар. Ойнап жатыр. Онда ойнай беріңдер. Тип сөйлесіп жатыр. Иттердің тілінде сөйлескендер. Сәлем. Сәлем. Сенің атың кім? Менің атым Кузя. Ал сеніңше? Менің атым Тайфун. Өз мысығым, менде мысықта итте бар. Соларды басып жіберіп жатырмын. Ал мынаның аты білмеймін. Может, ақтұмсық болсын. Ақтұмсықты жігерақа өлтіріп тастаған, ол біздік емес. Далада күліп ойнап жүретін керемет күшік еді. Есімін әдемі екен, сенің де танысқаныма қуаныштымын. Жарайды, сау бол. Сау бол, менің ұйқым келді, менің де. Ұйқым келді ме сенің? Бірақ күшіктеріне, ондай үй жануарларына, ата-аналарына қатаға болмайтын бұл. Ұйқым келді ме? Кел сені ұйықтатып тастайын. Типа ән айтып жатыр. Ұйықтап қалды. Шаршаған ғой. Ән қоя білейін. Бізге шайды алып кетсіз, өзіне алып алып керек па, керім ғой. Мен сковородканы алып кел. Ой, жоқ, мен емес екен ғой. Мен қояйық, мына жақта тұра берсін. Бізге керек емес. Ой, түсіп кетті ғой, мында қоя салшы. Мына сковородканы апарып тастайын. Ыдыстарыңды жуыңдар сосын. Иә, жуамыз ғой. Жуамыз ғой. Көздерін жуып тұр ғой. Ой, біз анау емес педік, Сковородканы кім жуады?
Сендер, конечно, сендер үстіңдер ғой. Сендер жедіңдер ғой, бірақ сендер соған қойып, кәдімгідей жеп оттыңдар. Жарайды, жуамыз. Сулифа ойнанайық, кім жуады екен? Керім ғой тіпті. Менің тарелкеме тиіспеңдер. Жоқ, сендер албаулар мүмкін арамын жасты. Тарелка жоқ деп. Менстар лақтырғаннан кейін ауырсылады, бір заты лақтырса. Бірақ лақтырмаймын. Бәрі керек өзіме. Керек емес қой. Бірақ бір заты лақтырмасам да аштырмаймын. Айттым ана. Көп заты қойдым, керек емес болғанда, бірақ қоя сал. Не болыпты? О, күнде солай ғой, білесің ғой. Иә, бірақ олай. Сулифа ойнайық, ал кім жеңеді екен? Сулифа. Солай және ұтылып қалады. Той, мен жуам. Ес, мен жумайым. Әкел, менің арды апарып тайын. Сөйтіп сковородканы жуып жатырады. Мен телефон қарай тұрайын соған дейін. Түкабок ойнайым. Міне. Ойнайды, әкеп бара жатырмын. Менде жуатын ештеңе жоқ. Мынаны сумен бір шайқай қойсам болды. Болды. Мен істесем болады, білмеймін. Мен мынаны киіп алайын, мен киіп алайыншы. Етіме күштетіп макияждың осы киіммен жүре берші. Далада жаңбыр жауып тұр ма? Иә, солай секілді. Терезеден қарап келейінші. Сен терезеден жабық тұрған біліп тұрып сөйлейсің бе? Кешір, ұмытып кетіппін. Қарасам бола ма? Жаңбыр жауып тұр ма? Иә, қарай бер. Иә, жаңбыр жауып тұрген далаға шығып қайтамыз, қол шатырымыз бар. Мен далаға шығып қайтпасам ба екен? Солай мөлдір кетіп қалады. Менің видеоларымды білесіздер, әдетте ұзақ болады. Менің видеоларымды көретін адамдар біледі, әдетте ұзақ болатынын. Осы киімді киіп. Киім деп қол шатырдағы. 18-20 көріңіздер ме, достар, мен видеоларым ұзақ. Менде қол шатыр жоқ. Бәрібір ғой, сыртқа шыға берейін. Сөйтіп ол тоңып, ауырып, үйге келеді. Жатақханаға келеді, яғни. Ертең апай келеді. Ертең мен кезекшім үйді қалай жинайды екенмін. Сонда да бір нәрсе еттерін біздің қыздар көнбейді ғой, ондай маңсаға. Ондай. Артымнан әдейі шықтыңдар ма? Үстімді балшық қылып, шықпай қояларың керек. Осы сендер шыққандар болып, бір нәрсе бөлініп жүреді. Кешірші, байқамай қалдық. Байқамай қалдыңдар. Осы жаңбырда. Үйді балшықтың итер жібердіңдер ғой. Балшықта қоспақ ойнап жүргендерін қалай кетті. Қалың киімді киіп шығамын. Тоңып та қалдым бір жағынан. Вообще шықпаңдар. Жоқ, біздің де шыққымыз келіп тұр ғой, иә. Онда шыға береміз бе? Ана жақта біреу тоңып жатқан дауыс естіп жатыр.
Ай, қатып қалдым. Не болды? Естіп шығып едім. Бәрібір сылтауыма баяу. Қойшы, болмайды. Ертең жинайсың. Ой, алдайын деп едім мыналарды. Естіп қойдым. Ой, естіп қойдым. Жарайды, мен тоңдым, но бірақ ондай қатты тоңғырықпын. Кішкене тоңдым. Келші болш. Мана неше сағат болды сен жемегеніне? Сен жемегеніне 1000 сағат болған болады. Кеше сосын ұйықтайсың. Мөлдір келгеннен кейін мен күшігіме тамақ берейін. Қай киімді кисем болады? Әзірге жезім осы киімді ки берейін. Күшігіме тамақ берейін. Келе ғой, күшігім. Бірінші тамағын жеп ал, сосын ұйықтайсың. Әйтпесе неше сағат болды уже? Миллион сағат болған болар сенің үшін. Мана сен алдын мен алам. Ол только бұл күлдің шықпасын, ол жақсы ол кірмей ала бер. Оқуға түстірдісің. Мен осы суреттердің барлығын басып сатайыншы. Тоғылсын маған коробка керек қой. Коробка жоқ менде. Достар, қатып атыр, кешіріңіздер. Болды. Жоқ. Бірақ менде коробка жоқ қой. Үйді шарлап шығайын. Айтпақшы, ертең сенің кезегің жарайды, ертең істейміз. Ертең үйді бүгін хозяин келеді. Дұрыстап жинау керек. Бірақ әркім өз бөлмесіне айтты ғой, Асия мен өз бөлмен ғой. Біздің айтып тұрғанымыз, дем ғой. Солай түн батады. Ұйықтайық, мен көп отырдым телефонда. Ой, мынаның күштері сондай. Әйтеуір түн ұрып қоймайды. Ұйықтап жатыр кете бәрі. Мен ұйықтайын. Ой, дұрыстап ұйықтайын. Söndüreyікші бәрін. Бұл сөйтті писемнар бар. Сізді таң атады. Мен пижамды киюге ұмытып ғой. Мен таң атпай тезірек не істеп суреттерім шашылып жатыр. Бір нәрсе айтып коробкаға салуым керек. Қайда салуға болады бұл суреттерді? Идея. Енді. Бірақ кей суреттерім сыймайды по-любому. Менікі. Мынау сыймайды екен. Тұрсын. Сию керек, сият. Сурет не істеймін? Мынаны көрейінші. Сыймайды. Мынаны қайда қойсам болады? Ұлдарына қойып қойайын ғой. Мынаны қайда қоям?
Нешке тұрады. Мынау суретті сыйға жіберейін. Ой. Чемодан қарсын етті. Менікі. Ертең керек болады. Нағыз керек емес, әзірге керек емес деген заттарды. Ертең керек болады тоже. Керек емес. Мынау да керек емес. Мынау қазір киіп алайын. Керек емес, мына біреу жарайды әзірге. Мынанда тоже біреу жарайды. Настроен. Мынаны да қояйық. Мынаны тағы алсам екен. Жоқ, мына іште орын бар ғой, қойып қояйыншы осы жерге. Біреуде қалғандар керек сияқты. Слаймен ойнап жатқан жоқпын ғой. Тағын да қояйын. Oyunlar қайта қоямын, мен сыйық салмай жүремін ғой. Yes! Наконец-то. Ашықтыра бейші жаным сол. Керек болғанда аламын ғой. Да, тырабез. Ой, кстати. Мен тұрайын. Бетім. Таңнан бер. Айтпақсан айтуға келдім бөлмен және. Мен болдым. Сен ерте тұрсың ба? Көріп тұрсың. Мен асүйге барамыз деспеш, артықстар, тек асүйдің ұстарын дешті. Болды. Сен коробканы сала тұрсам аламыз, салындар. Бөлмен жинастыра берейін. Мына гүлді мына ішке қояйын. Телефон мына жерде тұра берсін. Мына мына жерге тұрсын. Менің маскам қайда, таппай жатырмын. Жоғалтып алдым демеші, пожалуйста. Шын маска сұрап жүресің. Енді егіз болған соған сайында. Егізім болған. Ешқайда шықпатқа жоқ бұл ғой, мен кеп жатыр. Мына бірдегі еместігі егімдерін бірдегі. Таптым. Тұста слишком ұзақ болып кеткен сияқты. Мен бөлмен жиналып тұр. Асүйдегі барлығы жинап болғаннан кейін сериалдың соңы. Сау болыңыздар достар. Өтінемін, мені қолдап кетіңіздерші. Сіздерге тырысып ұзақ еттім міне. Сериалда ұзақ болды. Енді сіздерді қолдадым. Сіздер де мені қолдап кетіңіздер. Достар, сау болыңыздар.